Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынандай бауырдан жасалатын керемет тіске бастарды көрсеткім келіп тұр. Қараңыздар, сондай әдемі жасалады. Қонақтарыңыз болса да, өздеріңіз болсаңыздар да, ағайындарыңыз келе қалса да, күнделікті тағамға да қолданып жүруіңізге болады. Қараңыз, жарты сағатта дайын болатын керемет тіске басар. Шұжық дейсіз ба, бауырдан жасалған тіске басар дейсіз ба, қалай атасаңыз да өте дәмділік. Бәріне ұнайтын тағам. Қараңыз, нанның үстіне қойып берсеңіз де бала шағаңызға, соны сізбен біз қазір жасап көрейік. Бұл бауырдан жасалған керемет тағам үшін бізге керекті азық түлік. Бізге көп нәрсе керек емес. Бізге бауыр керек, 1 жарты кило, 100 грамм қойдың майын алдым, құйрығын. Содан кейін мынау дәмдеуіштер, қалаған дәмдеуішіңіз. Қазір мынаны турап алайық. Мынау бауырды қараңыз, ұзын шағып турадық. Ұзын-ұзын қып. Бірінші бауырды саламыз. Содан кейін жаңағы қойдың құйрығын саламыз. Енді жерге өздеріңіз қалаған дәмдеуіштердің бәрін сала беріңіз. Мен райхан, тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш салдым. Енді жерге 150 граммдай мән ұнтағын салып жіберуіміз керек. Сосын әдемілеп араластырамыз. Енді бір 10-15 минут тұру керек бұл. Мән ұнтағы сіңіп, біраз көтерілу керек. Содан кейін бары қарай тірлігімізді жалғастырамыз. Міне әдемі жаңағы бауырымыз бен құйрығымызды 10-15 минут тұрды. Енді мынау тамақ жасайтын пищевой пленка деген бар ғой, соған әдемілеп орау керек бұны. Керемет тағам болады. Қаттылауға бораңыз. Суы шығып кетпеу керек. Енді бір жағын әдемілеп байлап, екінші жағын соған үйлестіру керек. Әдемілеп байлаңыз. Содан кейін мынау екінші жағын былай қарай солу керек. Міне әдемілеп солды. Енді бұл жағында байлайсыз. Міне, енді қазір қазанға тарады. Міне мынандай сыртынан тығыздап байлап жатырмыз, жіппен әдемілеп. Қозғалып кетпес үшін бұл керек болады. Міне қазанға қазір мұздай суға барады. Содан кейін көреміз. Міне шұжық дейміз ба, тіске басар дейміз ба, мұздай суға салдық. Қазір бұл қайнап шығу керек. Міне қайнап шықты. Енді мына жай отта, палауды басқанда қалай күріштің астына жай қоясыз, сол сияқты жай отта бір жарты сағат ұстаймыз. Болды. Міне 40 минуттан кейін алдық. Енді қазір соғанын күтеміз. Міне қараңыз, кесіп көріп жатырмыз, қандай керемет. Бауыры да піскен, ішіндегі құйрығы да піскен. Көріңіз. Бауырын көптеу қосам десеңіз, құйрығын көптеу қосам десеңіз, өзіңіз еркіңіз. Жарты сағатта дайын болатын тағам. Бауырды аласыз да, турайсыз да, құйрық маймен саласыз. Болды. Ешқандай де жоқ. Қонақтарыңыз келсе де, өздеріңіз болса да, бауырды жақсы көретін үйіндегілер бар азаматтарыңызға ұнайды. Осылай да жасап жүріңіздер. Бұдан да күшті қылып жасап жүрген шығарсыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Мен инста парақшама да кіріп жүріңіздер. Өздеріңіздің ойларыңызды айтыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз, маған жазған комментарияларыңыздың бәрі маңызды. Мың алғыс сіздерге, астарыңыз дәмді болсын.